Біреумен рухымды байлайым, неке қиям деген кезде адамның алдында үлкен мақсат болу керек. Жай бала туып бір шаңырақтың астында тұру ма? Жай ғана бір қызық думанды бастан кешіріп бірге өмір сүріп уақыт өткізу ма? Жоқ, әлде бір ортақ, толыққанды бақыттың егесі болып, сол үлкен бақыттың бесігінде тербеліп, және оның екі дүниеде жалғасуына куәгер болу ма? Сондықтан бірінші айтарым, алдыға үлкен ұлы мақсат қою керек, ниетті дұрыстау керек. Құдай риза болатындай, адамдар үлгі алатындай, ұрпағың ұялмайтындай шаңырақ көтеру деген бір үлкен мақсат қою керек. Екінші айтарым, тек қана махаббаттың үстіне құрмау керек шаңырақты. Махаббат ол өте тәтті, әлгі асқа қосқан тұз секілді, аз да болса өте керек, ең мәнді мағыналы нәрсе ол махаббат. Дұрыс. Махаббатсыз болмайды. Махаббат деген ол ұстап тұратын бір жүректегі ең тәтті сезім ғой. Және одан бөлек дәстүрді қарау керек. Дәстүрде